7 апталық шектеулер. Бүгін православтық күнтізбеге сай осы дін өкілдерінің ораза уақыты басталып, ол 15 сәуірде аяқталады. Осы аралықта Құдайға сенушілер тамақтану кезінде белгілі бір шектеулерді сақтауы қажет. Ұзақ уақыт жалғасатын діни ұстанымдағы наным сенім турасында. Православ дін өкілдерінің Масленица апталығы соңына жетіп, 40 күндік оразасы басталды. Осы орайда шіркеу асханасындағы мәзірмен танысуға мүмкіндік туындады. Ораза бұл тамақтан бас тарту емес, тек белгілі бір тағамдарға шектеу жасау. Вероника бірнеше жыл бойы шіркеу жарғысына сәйкес тамақ дайындайды. Сондықтан да бұл діни уақытта ешқандай ет пен сүт өнімдері, балық тағамдарын пайдалануға болмайтынын айтады. Ораза кезінде біз бәліштер пісіреміз. Оның қамыры майсыз, жұмыртқасыз, сүтсіз болады. Біз оған саңырауқұлақтарды, мұздатылған жидектерді және картопты қосамыз. Ешқандай жағдайда христиандарға оразаны тек белгілі бір тағамдарды жеуден бас тарту, ағзаны тазарту немесе салмақ азайту әдісі ретінде қабылдауға болмайды. Ораза бұл рухани тұрғыдан тазару. Бірақ сонымен бірге оның шектеулері адам ағзасына белгілі бір жолмен әсер етеді, деді крест көтеруші ғибадатханасының жетекшісі Александр Угальков. Цель жизни человеческой. Адамның өмірдегі мақсаты өз бойындағы зұлымдықты жеңу. Ол үшін адам өзін толықтай бақылауды үйрену керек. Осы мақсатта біз жасай алатын ең кішкентай сынақ ол тамақтан бас тарту. Ораза ағзаға ең алдымен жануарлар ағуызының болмауымен пайдалы, яғни бауыр мен бүйрекке жүктеме азаяды, тамырлар мен ішектер тазартылады, жүрек қызметі жақсарады. Бұл ретте аш болмау маңызды, деп дәрігерлер мен дін қызметкерлері тағы да еске салады. Майлы ауыр тағамнан бас тартудың арқасында метаболизм қалыпқа келеді. Ішек микрофлорасы мен ішек моторикасы қалпына келеді. Артериялардың тамыр қабырғасының серпімділігі сақталады. Қандағы зәр қышқылының деңгейі төмендейді. Ораза диета жайлы емес. Ол сенім, жанның тазаруы және рухани өсу үшін арналған діни шара. Ораза күндерінде құмарлықтан, ойын-сауықтан, зұлымдықтан, жағымсыз эмоциялардан және жанжалдардан өзіңізді шектеу, тағамға қатысты шектеулерден әлдеқайда маңызды екенін ұмытпау керек. Ата-аналарым да өзім де жыл сайын ораза ұстаймыз. Күнделікті өмірде біз көп нәрсеге мән бермейміз, ал бұл мейрам адамдарға өмірдің мәңгі еместігін және де діни наным сенімдерді орындауға шақырады. Да, я соблюдала, но... Мен де ораза ұстаймын. Жыл сайын болмаса да, қолдан келгенше діни парызымды орындауға тырысамын. Осыған жастарымызды да шақырамын. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна.